Сүлеймен мен байғыз. Бірде Сүлеймен патша байғыздан «Сен неге түнде зарланасың?» деп сұрады. Байғыз: «Адам баласының өмірі қиын, аманаты ауыр. Мен оларға өлетініңді ойлап, ақиретке қамданыңдар деймін. Не үшін адамнан жырақ жүресің? Адамдардың іштарлығымен көрсе қызарлығынан зардап шеккің келмейді. Неге үнемі моланың басында жүресің? Адамның мәңгілік тұрағы мола ғой. Мен олардың өмірінің нәтижесін қабірстанда көремін. Басыңды неге жиі шайқайсың? Адам баласы ғапыл, аталарын ажал алып кетсе де өзін өлместей сезінеді. Соны ойлап бас шайқаймын. Көзіңді неге жұмасың? Бас көзінен көңіл көзі анық көреді. Неге бидай жемейсің? Атаңыз адамды бидай жегені үшін Алла пейіштен қуды, сол үшін жемеймін. Неге су ішпейсің? Нұхтың кезінде барша адамның ажалы судан болды, сол үшін су ішпеймін депті.